Қайырлы күн достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кейінгі кезде ұмытылып бара жатқан қазақтың ұлттық тағамдарының ішіндегі дәмді де сүйкімді тағамы мипалау жасап үйренеміз. Бұрынғы кезде ата-бабаларымыз құрметті қонақтарға тартатын болған. Ол үшін бізге керекті заттар: қойдың басы, жақсылап үйітіп, тазалап жуып аласыздар. Содан кейін міндетті түрде құйрық керек. Үшіншісі бауыр. Осы үш-ақ заттан жасалады. Ең алдымен сыйымдылығы үлкен ыдысқа суымызды құйып, оның үстіне басты, бауырды және құйрықты саламыз. Барлығын салып, бетін жауып, қайнағанды күтеміз. Қайнағаннан кейін міндетті түрде бетінде көбігін алып тастаймыз. Видеода көрсетілгендей, міндетті түрде бауырды жарты сағат қайнатамыз. Қалған бас пен құйрықты 2 сағат қайнатамыз. Бауырды көп қайнатпаймыз, өйткені ол қатып қалуы мүмкін. Сол себепті жарты сағат қайнатамыз. Барлығы 2 сағаттан кейін басымызды алып, мінекей мен жолдасыма барлығын алып беруін өтіндім. Яғни желке шүйдесін, екі көзін, бастың құйқасын барлығын алып бердік. Тек қана құлақты ғана қоспаймыз. Қалғанының барлығын алып, көздің ішін тазалап, одан кейін міндетті түрде бастың қара құсы ашылып, оның ішінен миын алып жатқан сәті, мінекей осының барлығын алып болғаннан кейін, ең алдымен біз бауырды видеода көрсетілгендей 4 бұрыштап майдалап турап аламыз. Одан кейін құйрықты тураймыз майдалап. Төртінші міндетті түрде бағана алған екі көзді, желке шүйдесін, бастың құйқасын барлығын видеода көрсетілгендей майдалап турап аламыз. Міндетті түрде дәмді болу үшін, яғни мипалауымыз дәмді болу үшін, оған ұсақталып туралған пияз қосамыз. Ең алдымен бауырды, одан кейін құйрықты кеңдеу ыдысқа, одан кейін құйқаны, көзді, желкені барлығын саламыз рет-ретімен. Одан кейін миды ұсақтап тураудың қажеті жоқ. Ол да өзі езіліп тұрған зат болғандықтан, мінекей осыны салып, оның үстіне жаңа дәмді болу үшін пиязымызды саламыз және жарты кесе сорпа құямыз. Сорпа құйып, тұз салып, татымына қарай қарабұрыш салсаңыздар да болады, жақсылап араластырасыздар. Езіп араластырасыздар. Мінекей қасықпен езе отырып видеода көрсетілгендей. Мінекей біздің ұлттық тағамымыз мипалау дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгөлектің асханасы. Қазақша контентті қолдаңыздар.